егер маған бір мансап беріп жатса, сөйтіп бермейтін болып қалса, мен сол күні көңілім түссе, мен 5 уақыт намаз оқып жүрсем де менің жүрегім дүниеге тынышталған. Көрдің ба қалай алып қойған кезде оның мазасы қашты. Алла жетпейді маған. Алла маған жетпейді, жалғыз сөз. Алла маған мынандай нәрселермен қоса керек. Мысалы, мына су өте бір қымбат су дейік. Менің қасымда тұр осылай. Қатты ішкім кеп тұр бұны. Алайда мен ойламаған жерден бір кісі келді, бұны шөлдеді ме алып кетті. Мен Алла жайында сөйлеп отырсам да, мына нәрсені әкетіп баратқан кезде көзім бұлай болса, мен мынаған тынышталған адаммын. Аллаға емес. Маған Алла мына сумен бірге керек. Бір қонаққа барсам да маған сөз берілсе, мен соны күтіп отырамын. Маған Алла ана жерде сөз берілумен бірге керек. Құр Аллаға менің жүрегім тынышталмайды. Маған міндетті түрде осы дүние тіршілігінің бір көріністері арқылы бізге де Алла мынандай нәрселермен қоса керек. Бұл нәрселерді жұлып алса егер, біздің мазамыз кетеді, тыныштығымыз бұзылады. Мұсылмандық қасиеттерім, хадистегі қасиеттердің бәрі шайқалады.